Алматылықтар мен астаналықтар үшін күз ерте басталады. Синоптиктер алдағы 3 күнде 17-19 тамыз аралығында Астана мен Алматыда ауа райы қандай болатынын айтты. Астанадағы ауа райы болжамы: 17 тамызда құбылмалы бұлтты болмақ. Таңертең және күндіз жаңбыр жауып найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соғатын жел күндіз 7-ден 12, екпіні секундына 15-18 метр. Ауа температурасы күндіз 20-22 градус жылы. 18 тамызда да құбылмалы бұлтты болады. Өткінші жаңбыр жауып найзағай ойнайды. Түнде және таңертең тұман. Солтүстік-батыстан соғатын желдің күші 9-14 аралығы. Екпіні секундына 15-20 метр. Ауа температурасы түнде 11-13, күндіз 19-21 градус жылы болады. 19 тамызда құбылмалы бұлттылық сақталады. Өткінші жаңбыр жауып найзағай ойнайды. Түнде және таңертең тұман. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батыстан 9-14, екпіні секундына 15-20 метр. Ауа температурасы түнде 11-13, күндіз 23-25 градус нөлден жоғары. Алматыдағы ауа райы болжамы: 17 тамызда мегаполисте құбылмалы бұлтты болады. Батыстан 3-8 жел соғады. Екпіні секундына 13 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы күндіз 28-30 градус нөлден жоғары. 18 тамызда құбылмалы бұлттылық сақталады. Қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Солтүстік шығыстан 3-8 жел соғады. Екпіні секундына 18 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 18-20, күндіз 25-27 градус нөлден жоғары болады. 19 тамызда құбылмалы бұлтты болады, жауын-шашынсыз. Шығыстан соғатын жел секундына 3-8 метр. Ауа температурасы түнде 15-17, күндіз 28-30 градус нөлден жоғары болмақ.